Bismillah деп қолыма алдым да қағаз қалемді. Жаратушы бір Құдай құдіретіңменен жараттың 18 мың әлемді. Адам ата ауанна дүнияға бір келді. Содан бастап адамзат өніп өсті, бірі тебірі толысып дүние кенелді. Шешендер өтті шеңберлі, шу дегеннен жөнелді. Батырлар өтті айбарлы, киген сауыт беренді. Намысы үшін, ар үшін құбылып неше түрленді. Бармағынан балтамған өмірдің өтті өнерлі. Сәйкілер өтті шалдықпен белшеден басып өмірді. Сұлулар өтті сылаңдап, көтерер көрсем көңілді. Ер азамат ел үшін ұшпақтай тері төгілді. Мерзімді өлшеу біткесін, өтпеген кімнен бұл жалған ақсемсерлер кетілді. Дүние деген шеңберлі адамда өскен, жалғасып қайтадан өсіп жетілді. Кешірімді жақсы адам, аузында болар Алласы, бір Алладан кешірім. Кеуілінде болар тәубасы, тарықпай дейді інісі, ақылды туса ағасы. Азаматқа аз болмай дос дұшпанның табасы. Бірдейде болып тумай жүр адамда заттың баласы. Шежіреден тексерсек ұзақтау жатыр сағасы. Бір болғанменен түп тамыр тарам-тарам саласы. Осыларды біздерге шежіре қып қалдырған жақсылардың мұрасы. Сөзім басталды. Жан жануар адамзат қайғысыз өмір сүрсін деп жаратты жер мен аспанды. Таңғаласын қарасаң тіреусіз жерге аспаны. Шымшытырық шоқ жұлдыз жапсырғандай таспалы. Шам жарығың ай мен күн кедергі етіп тұра алмай тау менен тастың асқары. Әуел Алла жаратқан күн түн өтті санаптан. Арзу көрсе әуел ақ жаралды лаулы ғаламнан. Дүнияға бірінші адам сәби атамыз жаралып шықты ұжмақтан. 124 пайғамбар бұлардың ісі болмаған мал мүлікті тағамнан. 33 мың сахаба құрылды не күмамнан. Мал мүліктен хабарсыз өмірі өтті жалғаннан. Жетім қалды не сахаба, атасы мәлік дүниядан ертері вафат болғаннан. Сахабаның абзалы әнесі асыл зираттан. Пайғамбарым Мұхаммедті бізімбет нұржауар дейді талаптан. Қасымда менің болсын деп әнесі жақсы ұнатқан. Әнес 9 жасында пайғамбардың қасында, көңілінде кіршік жоқ істеген қызмет асылғы. Пайғамбарым бір күні керуен тарттан талаппен Мәдени Мәкка Мысырға. Қайтар уағы кез болып күз аяқ басында. Күн қарайып кеш болып бұйрық болды сол жерде ерінбеуі қосынға. Жылы су жоқ тамақ жоқ бір көніп жатты қосында. Атама қиын болар деп дәрет су болар обал деп бір құман суды мұз қатқан. Алды бір әмес қысында балауса жастық күшімен таң намазы болғанда айналды құман суға. Пайғамбарым нұрладан нұр жауса да мұңаймын. Таң намазы уақытында пайғамбар тұрған орнынан су әкел деп дәректе сұратты әнес баладан. Сол кезде әнес құлдық деп ұшып тұрды орнынан. Бір құман суды ата деп суырып берді қойыннан. Қолын жуып қараса ып-ысы суы жылыған. Сен жылы суды шырағым алдың деп қайдан сұраған. Атама қиын болар деп дәрет су болар обал деп бір құман суды мұзға тығып едім қолтықта, қойнымда жылып тұрар деп. Ырза болып сонда балаға жалынды бала талапқа қолыңды көтеріп балам деп батасын берді балаға. Сөзімнің болса ішінде кешірге Алла қатасын. Үйленіп әне сахаба атасынан айырылған қожалықтың арасы. Екеуі бір тістемнен қазар болды, аштыққа қалай шыдасын. Атасына барған сахаба өлер аштан болғасын. Атасы айтты шырағым тағал деді бір қатын, сонда балам тоярсын. Тағы алды бір қатын, қатыны екеу болғанмен көрмейді әнес іратын. Екі қатын жатыпты болса да мезгіл тұратын. Атасына тағы да іреті келді ау баратын.
Қапа болма перзентім, ұзақ емес шат күн сауық сайран құратын. Тағал дейді бір қатын, үшінші алған әйелі, сұлуы әрі ақылды жақсы жаман ұғатын. Еп қатынға тұрдыпты, сендердің мезгілің болды тұратын. Жоқ біздер әлі тұрмаймыз, тамақта табу біздерге еркектің бигі міндеті. Бұлбылар бізге құрметті, еңкейіп біздер алмаймыз кеше шөпті жердегі. Дұрыс емес бұларың, әйел мүрет кішісі пір болады дейді еркегі. Мақұлдасып үшеуі жіберіп жын тұтып, өрмекте құрып келеді. Үшеуінің күн күні өрмекте болды ермегі. Берейін десе аз емес құдайдың азба бермегі. Екеуі тоқып біреуі базарға салып пұл қылып, үшеуі бірдей терледі. Күйін бүтін тамақты көрсел жатты қатындар, жайтаңдатып бұлғақтап ақшасынан ауысқан. Базардан барып ешкі алып сол жылы туды ылақтап. Мұны көріп сахаба жетімде қарып жасынан түскен талай қапаға. Саудыр болып пісірген беремін деп жүгірді атама. Атасы тұрса алдында баласы дәмін татама. Дәмін татып уыздың жаңалық деп жарық деп қол жайып берген бата балаға. Қол жайған әнес батаға, ұзақ болсын жасыңыз, аманда болсын басыңыз, жайылып жерге қаптасын төрт түлікті малыңыз. Аллаһу әкбар деп болды да енді дәу балам барыңыз. Отырғандар бұл жерде осыдан үлгі алыңыз, атаның алың батасын саудырғанда жаныңыз. Мұң айтпасаң атаңды көп болар несібе наныңыз, несібе өліп кешікпей аш болмай тояр қарныңыз. Кеміндікті мұңаймаң біздерде бейіл жарлымыз, берейін десе аз емес өніп өскен әне сахабы, атасына аянбай істепті қызметі қалдықсыз.